кедейшілікке алып келетін 5 әдіс. Өзіне үнемдеу және де тым арзан заттарды сатып алу. Кез келген сіздің қасыңыздағы зат сіздің мышленияңызға әсер етеді. Сондықтан көп арзан заттың орнына бір бағалы, қымбат әрі сапалы зат алыңыз. Өзінің бағалы екеніне сенімсіз болу. Егер сіз өзіңізді қомақты қаржыға бағалымын деп санамасаңыз, онда ондай ақша сізге келмейді. Көре алмаушылық. Бұндай адамдарға басқалардың бай болғаны әділетсіз. Не болмаса ол кісілерді байлыққа тым оңай жетті деп жазғырады. Естеріңізде болсын, көре алмаушылық, күншілдік ол сіздің психикалық энергияңызды жоқ қылады. Психикалық энергия бұл өте маңызды энергия. Ол жоқ болса, сіз өзіңіздің жаңа мүмкіндіктеріңізге блок қоясыз. Пси-энергия жайлы эфир көргіңіз келсе, пікір астына жазып кетіңіз. Өзін өзі аяу. Состояние жертвы деп айтады ғой. Одан қалай шығуды білгіңіз келсе, пікір бөліміне жазып қалдырыңыз. Бұл кісілер әрекет етудің орнына жылап, сықтап, соған энергиясын босқа кетіреді. Жек көретін жерде жұмыс жасау. Егер жұмысыңыздан, жалпы ісіңізден рахат алмасаңыз, ол ауырлайды. Одан кейін әрине табысты бола алмайсыз. Ал сізге қаншауы сай келді? Пікір бөліміне жазыңыз.